Армысыздар. Бүгін біз бетперде туралы сөз қозғамақшымыз. Қазір біздің өміріміздің айнымас бір бөлшегіне не айналды деп ойлайсыздар? Әрине, бұл қарапайым бетперде. Біз бетпердемен бұрыннан бері таныспыз. Алайда жаппай бетперде кию 2020 жылдың наурыз айында басталған болатын. Бұл бетперде қарапайым болып көрінгендігімен біздің өмірімізге, жалпы денсаулығымызға едәуір пайдасы бар екендігін бәріміз де түсінген секілдіміз. Сен де бетперденің тарихымен танысың келе ме досым? Ендеше бетперденің тарихына бірге үңіліп көрейік. Жауқазын үйірмесінің оқушыларына арналған материалдарына назар аударыңыздар. Бет төніп тұрған қауіп кезінде бетперденің адамдарға тигізер пайдасы өте көп. Жай ғана бетперде ол сенің өміріңді құтқаруы мүмкін. Себебі бір адам бетперде киіммен сыртқа шығып басқа адамдармен байланыста болса, вирустың жұғу қаупі жоғары болады. Және де бетпердені киіп жүруге міндеттіміз, өйткені өзіміздің қателігімізден басқа адамның вирус жұқтыруына себепкер болуымыз мүмкін. Және де басқа адамның бетпердесін ешқашан да киюші болмаңыз. Бұл вирусты біз бетперде тағу арқылы және қауіпсіздік ережелерін сақтау арқылы жеңе аламыз. Ең алғаш адамзат арасында жұқпалы індет 15 ғасырда тарай бастады. Емшілер адамдарды емдеу кезінде өздеріне де жұқтырып алып жатты. Әрине, бұл кезде қорғаныс құралы керек болды, бірақ та жоқ болды. Қорғаныс құралы 2 ғасырдан соң табылды. Францияның танымал дәрігері Чарлорн бетперде ойлап тапты. Тек қана бетпердені емес, қалпақты, пәлсені, қолғапты да ойлап тапты. Бетперде біздің қолданыстағы қасиетті заттардың бірі болып кетті. Медициналық бетпердені де қолданудың өзіндік ережелері бар. Мысалы, сіздің қасыңыздағы досыңыз не болмаса өзіңізден ауру белгілері байқалмаса, онда бетпердені тағу орынсыз. Және де бетпердені 2,5 сағаттан соң қолданбау қажет. Болып жатқан пандемия кезінде өз денсаулықтарыңызды қалай күтесіздер? Көпшілік жиналатын орында ең бірінші ол бетперде тағу және антисептик қолдану. Аман, есен болайық. Бектің аласайын, бір айда екен да, аузына бетпердесін тастамайды екен. Үйінің ішіме бетперде тағатын шығар, Тіпті ұйықтарында да бетперде киіп ұйықтайды. айтасың сенде. Сәлеметсіздер ме? Біз бақылаушылармыз. Сіздер қоғамдық орында отырсыздар. Бетперделеріңіз қайда? Сәлеметсіз бе? Олардың бетперделері менде кетті.